Оразаның бірнеше түрі бар. Ораза 6 түрге бөлінеді. Парыз ораза бар, уәжіп ораза бар, сүннет ораза бар, мустахаб ораза бар, нәфіл ораза, мәкрух ораза бар. Мәкрух. Парыз ораза ол осы Рамазан айындағы ораза. Парыз ораза. Рамазан айындағы ораза. Ол сол Рамазан айында өтесе де, не болмаса белгілі бір себептермен өте алмай қалса, кейін қазасын өтесе де, ол оның парыз оразасы болып есептеледі. Және де кәффарат оразалары. Олар да парыз ораза. Мойындағы парызы, қарызы түспейді ол. Оны 60 күн өтемейінше кәффаратыңыз түспейді. Не болмаса басқа да кәффараттар. Және де нәзір ораза. Бір адам оразаны нәзір ететін болса, онда ол оның мойнына парыз болып жазылады. Нәзір ол мұтлақ, жаңағыдай уақытсыз белгіленген, уақытсыз белгіленбеген нәзір бар. Уақытсыз белгіленген нәзір ол мен мынандай айда мынандай күні ораза ұстаймын деп айту. Алла үшін ораза ұстаймын, нәзір еттім оразаны деп. Ал уақытсыз белгіленбеу әйтеуір бір күн, 2 күн, 3 күн, бір апта мен ораза ұстауды нәзір қылдым деп айтады. Бұның екеуінің үкімі екі түрлі, ниетіне байланысты. Қазір оған алда келеміз. Уәжіп ораза бар. Уәжіп ораза ол кімде-кім нәпіл ораза ұстап, нәпіл оразасын бұзса, оның мойнына бір уәжіп ораза міндет болады. Бізде Ханафи мазхабында кез келген нәпіл амалды бұзу уәжіпке алып келеді. Ол амалды қайтадан өте уәжіп болып есептеледі. Аллах Таала Құранда «Уәлә тубтилу аъмалакум» амалдарыңды бұзбаңдар деген аят бар. Осы аятқа арқа сүйеп Ханафи ғалымдар кез келген нәпілді бұзу уәжіптікке алып келеді дейді. Мысалы 2 ракағат мешітке кіріп мешіт ақысын өтеп жатсыз ба, сәлем намаз оқып жатсыз ба, белгілі бір себептермен бұздыңыз ба, сіздің мойныңызға 2 ракағат уәжіп намаз жазылады. Дәл сол секілді дүйсенбі, бейсенбінің оразасын ұстап жүрсіз ба, немесе айдың ортасындағы 3 күн оразаны ұстап жүрсіз ба, не болмаса басқа бір нәпіл ораза ұстап жүрсіз ба, белгілі бір себептермен аштыңыз ба, о мойныңызға бір күн уәжіп ораза болып жазылады. Яғни кез келген нәпіл амалды бұзу уәжіпке айналдырады. Сіздің мойныңызға ол қарыз болып есептеледі. Сүннет оразасы ол сауму ашура мааттасия. Ашура кезіндегі ораза. Бір күн алдыға, не болмаса бір күн кейін, 2 күн бірге ұстау. Мәндуб ораза болатын болса, сауму саласатин мин кулли шахрин ва юндабу каунухал айямал бид. Ол әр айының жаңағы 3 күн оразасы ортасындағы. Айямал бид деп аталады, ай толған кез. Ортасындағы 3 күн. Сол ораза бұл мәндуб, мустахаб ораза болып есептеледі. Ол 3 күн дегеніміз ол 13-ші, 14-ші, 15-ші күн айменен есептеген кезде. Мынау милади емес, хижри айменен есептеген кезде. Және де васауми яумил иснайн дүйсенбі күнгі ораза. Уал хамис бейсенбі күнгі ораза. Және де васауми ситти мин шауал Шәуәл айы ертең ораза, Рамазан біткеннен кейінгі Шәуәлдағы 6 күн ораза. Және де сумма қила әл-афдалу васлуха ва қила тафриқуха ва күллу саумин сәбәті талабуху вал-вa'ду алейхи бис-суннати ка сауми Дауда алейхи салату вассалам кана ясуму яуман ва юфтуру яуман ва хуа афдалу сиями ва хаббуху ила Аллахи та'ала дейді. Жаңағы Шәуәл оразаға қатысты оның абзалырағы арасын үзбей бірден ұстағаны деп айтады. Арасын үзбей бірден ұстағаны. 6 күнді қатарынан. 6 күн. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші 6 күн арасын үзбей айтты өткізгеннен кейін бірден 6 күн ораза ұстау абзалырақ дейді. Және де Дауд алейхиссаламның оразасы бұл да мустахаб оразалардың қатарына кіреді. Және де оразаның нәпіл мустахаб оразалардың ішіндегі ең хайырлысы осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай Дауд алейхиссаламның оразасы болып есептеледі. Енді енді нәпіл оразаға келетін болсақ, ол осы жоғарыдағы айтылған оразалардан басқа мәкрух
екендігі бекітілмеген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтармаған оразалар кіреді дейді. Ал мәкрух оразаға келетін болсақ, ол екі түрден тұрады: тәнзихи, тәхрими деп. Біріншісі ашура айында бір күн жеке ұстау, қасына бір күн қоспай жеке ұстау мәкрух тәнзихи болып есептеледі. Екіншісі айт күндері ораза ұстау, екі айтта да бұл мәкрух тәхрими болып есептеледі. Күнә жазылады ол адамға, бірақ оразасы дұрыс болып есептеледі, бірақ күнә жазылады. Кімде-кім олай ораза ұстап қоятын болса, оның ораза жаңағы аузын бұзуға шақырады, ескерту керек, оған айту керек. Бірақ сонда да ол жаңағыдай қайтпай ұстайтын болса, оразасы дұрыс болып есептеледі, бірақ мәкрух тәхрими болуымен бірге оған күнә жазылады. Және де вакуриха ифраду яумил жумаа, жұма күні жеке арнайы ораза ұстауда мәкрух оразалардың қатарынан болып есептеледі. Вакуриха саумул висал, және де бірінші күнді екінші күнмен біріктіріп ораза ұстауда бұл мәкрух ораза болып есептеледі. Мысалы, бүгін таңда сәрес іштіңіз, кешке ауыз ашарда еш нәрсе ішпейсіз, келесі екінші күннің таңына дейін еш нәрсе ішпей, сәресті ішпей, екінші күнді оразаны жалғастырып жіберу, бұл да мәкрух. Арасында бір жұтым болса да, бір құрма болсын, бір жұтым су болсын, жұтып қою қажет. Мәкрух жаңағы несінен, деңгейінен шығу үшін. Және де өмір бақи үзбей ораза ұстауда саумуд дәһр, бұл да мәкрух оразаларынан болып есептеледі.